Баршаңызға сәлем. Бүгін 86 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы әріпті өрнектер. Бұл сабақта біз 1-2 амалды әріпті өрнектер құруды және әріптің берілген мәнде олардың мәнін табуды үйренеміз. Бірінші есеп: өрнектер құр және олардың мәнін тап. А. 44 пен 35-тің айырмасын А есе арттыру. Мұндағы А 5-ке тең. Ә. 24 пен X-тің бөліндісі, мұндағы X тең 3-ке. Б. 23 пен 13-тің қосындысын Б есе кеміту, мұндағы Б 4-ке тең. В-сында X-ті 27 мен 3-тің бөліндісіне көбейту, мұндағы X 4-ке тең екен. Бірінші өрнекті құрамыз. Бұл 44 пен 35-тің айырмасын А есе арттыру еді. Демек, біз жақшаға 44 азайту 35 деп жазып, жақшаның сыртына көбейту А деген өрнек құрдық. Бұл жерде А 5-ке тең екен. Енді орнына қойып есептеп көреміз. 44-тен 35-ті азайтсақ 9, 9-ды 5-ке көбейтсек 45-ке тең. Ал әсінде 24 пен X-тің бөліндісі екен, мұндағы X-іміз 3-ке тең. Бұл жерде 24-ті X-тің орнына 3-ті қоямыз, 3-ке бөлеміз, бұл 8-ге тең болады өрнектің мәні. Ал Б-сында 23 пен 13-тің қосындысын Б есе кеміту дейді. Яғни бірінші 23-ке 13-ті қосып, жақшаға алып жазамыз. Бөлу Б. Осы көріністегі өрнек пайда болды. Енді осы жерде Б-ның орнына 4-ті қойып, мәнін есептеп табамыз. 23-ке 13-ті қоссақ 36, 36-ны 4-ке бөлсек 9. Кейінгісі В-сы X-ті 27 мен 3-тің бөліндісіне көбейту керек екен. Мұндағы X-іміз 4-ке тең. Демек, X көбейту дейміз. Жақшаның ішіне 27 бөлу 3 дейміз. Өйткені 27 мен 3-тің бөліндісіне көбейт деген. Сондықтан бұны жақшаға қойдық. Өйткені жақшадағы амал бірінші орын алады. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Енді 4-ке 9-ды көбейтсек 36-ға тең болады. Екінші есеп: өрнектердің мәнін тауып, сәйкестікті анықта. Өсімдіктерден алынатын өнімдер. Біріншісі бұл, яғни Y пен 8-дің бөліндісін тапсақ, ол осы амалдың мәні нешке тең болса, бөліндінің мәні сол мына жерде өсімдіктен алынатын өнімнің біреуі болып табылады. Яғни бұл жерде Y-іміз 40-ға тең екен. Ендеше 40-ты 8-ге бөлеміз, бұл 5-ке тең болады. 5 бұл жерде нан екен. Демек, нан бидайдан алынады, яғни өсімдіктен. Екіншісінде дәл солай жалғастырамыз. Бұның орнына 4-ті қойып, есептеп табамыз. Біріншісі өсімдіктерден алынатын өнімдер еді. Бұл 40-ты 8-ге бөліндісі 5-ке тең болды. Бұл нан өнімі, нан болды. Екіншісі міне 80 азайту 48 бөлу Б еді. 80-нен 48 азайтсақ 32. Бұның орнына 4-ті қойып есептейміз. 32-ні 4-ке бөлсек 8. Бұл қарақұмық екен. Қарақұмықты бәріміз білеміз. Одан кейінгісі, яғни гречка деген сөз. Одан кейінгісі С менен С-дан 6 мен 2-нің көбейтіндісін азайтуымыз керек екен. Бұл жерде С 90-ға тең екен. Демек, С-ның орнына мәнін қойып есептейміз. 90-нан 6 мен 2-нің көбейтіндісін азайтамыз. 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 90-нан 12-ні азайтсақ 78. Бұл май екен. Майды білеміз, бұл күнбағыстан алынады. Одан кейінгі жануарлардан алатын өнімдер. Бұл жерде 30 қосу 9 көбейту А еді. Аның орнына 3-ті қойып есептейміз. 30 қосу 9-ға 3-ті көбейтсек 27, 30-ға 27-ні қоссақ 57. Бұл шұбат. Шұбатты білеміз, түйенің сүті. Ал одан кейінгісі X-ті 22 мен 19-ның айырмасына бөлуіміз керек екен. X-іміз бұл жерде 21-ге тең екен. 21-ді бөлеміз. 22 мен 19-ның айырмасы 3-ке тең болады. 21-ді 3-ке бөлсек 7. Бұл айран екен. Сиырдың сүтінен алынатын өнім. Үшінші есеп: тура теңдіктерді тауып, дәптерге көшіріп жаз. Демек, бұл жердегі тура теңдіктерді есептеп тапсақ болады. Б-ға 30-ды қоссақ
яғни мына жаққа екінші жағына 30 қосу b депті. Бұл екі тура теңдік, өйткені бұның орнына мән қойсақ, екі жағына бірдей болады. Яғни бұл жерде қосылғыштардың орнына ауысқанмен қосынды өзгермейді деген ережеге сәйкес болып тұр. Ал кейінгісі 3-ке 4-ті көбейтіп, оған 3-ті қоссақ, бұл 15-ке тең болады. 3 пен 5-тің көбейтіндісі де 15-ке тең. Ал мына жерде а мен 5-тің көбейтіндісі, а мен 4-тің көбейтіндісі тең деген дейді. Бұл дұрыс емес. Өйткені екінші көбейткіштері әртүрлі болып тұр. 27 мен с-ның айырмасына 32 мен с-ның айырмасы тең депті. Бұл да дұрыс емес, тура теңдік емес. 28 пен x-тің бөлінісі мен x пен 28-дің бөлінісі. Бұл да тура теңдік емес. Ал 9-ды 3-ке көбейтсек 27 болады. 27-тен 3-ті алсақ 24 болады. 8 пен 3-тің көбейтіндісі де 24-ке тең. Демек, мына өрнек тура теңдік болады. Дәптерге жазып қоямыз. Тура теңдіктер b мен 30-дың қосындысы 30 пен b-ның қосындысына тең. Өйткені екеуінің қосылғыштары бірдей. Мына жерде де дәл есептеп жазып қойдық. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ке тең. Оған 3-ті қоссақ 15, ал 3 пен 5-тің көбейтіндісі де 15-ке тең. Бұлар тура теңдіктер. Яғни мына теңдіктің екі жағы да бір-біріне тең. 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27, одан 3-ті азайтсақ 24, ал 8 пен 3-тің көбейтіндісі де 24-ке тең. Төртінші есепті шығар. Мектебімізде ас адамның арқауы тақырыбында сурет көрмесі өтті. Оған 3-ші сыныптан 12 оқушы қатысты. Әр сыныптан қатысқан оқушы саны бірдей. Көрмеге әр сыныптан неше оқушы қатысты. Демек, мына жерде кесте берілген. Міне бір сыныптан қатысқан оқушы саны белгісіз, сынып саны 3 сыныптан қатысқан оқушы саны 12-ке тең деген. Демек, біз бір сыныптан қатысқан оқушы санын табуымыз керек. Ол үшін 12-ні 3-ке бөлеміз. Ал осы есептің әсінде кестені пайдаланып есебіне бір кері есеп құрастыр және оны шығар деген. Есептің берілген дәптерге жазып аламыз. 3-ші сыныптан 12 оқушы, әр сыныптан неше оқушы екені белгісіз. Демек, шешуін табу үшін 12-ке 3-ке бөліп, 12-ні 3-ке бөліп, 4-ті табамыз. Жауабы 4 оқушы екен. Демек, көрмеге әр сыныптан 4 оқушыдан қатысты. Міне кестені толтырып қойдық. Бір сыныптан қатысқан оқушы санына 4 санын жазып қойдық. Енді осы есептің әсін орындаймыз, яғни берілген есепке кері есеп құрастырамыз. Бір сыныпта 4 оқушы дейміз. Ал сынып саны 3, барлығы неше оқушы қатысты деген сұрақ қойып, 4-ті 3-ке көбейтіп есептің шешімін табамыз. 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады. Демек, жауабы барлығы 12 оқушы қатысты. 5-ші есеп, сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 4 сағат бұрын сағат қай уақытты көрсетті? Демек, мына жерде бірінші сағатымыз сағаттың кіші тілі 3-ті, ұзын тілі 12-ні көрсетіп тұр. Демек, бұл сағат 3-ті көрсетіп тұр. Немесе 3-ті 15 деп айтамыз кейде. Енді екінші сағатымыз міне кіші тілі 1-ден кішкене өткен, 1-де тұр, ал ұзын тілі 6-да тұр. Демек, бұл 1-ден 30 минутты білдіреді. 1 сағат 30 минутты білдіреді. Ал кейінгісі кіші тілі 12-де, ұзын тілі 3-де тұр. Бұл 12 сағат 15 минутты білдіреді. 4 сағат бұрын сағат қай уақытты көрсеткен болса, берілген сағаттан біз 4 сағатты азайтып жазамыз. Мысалы, мына біріншісінде сағат 15-тен 4-ті азайтамыз. Бұл 11 болады. Барлығыны солай азайтып шығамыз. Дәптерге жазамыз. Бірінші, сағат 3-ті немесе 15-ті көрсетіп тұр. 4 сағат бұрын сағат, 15-тен 4-ті алсақ, бұл 11-ді көрсетіп тұрады. Демек, сағат 11-ді немесе 23-ті көрсетті дейміз. Екіншісінде 1 сағат 30 минутты көрсетіп тұр дәл қазір, ал 4 сағат бұрын 9 сағат 30 минутты көрсетті. Өйткені 13 сағат 30 минуттан 4 сағат азайтатын болсақ, 9 сағат 30 минут қалады. Үшінші сағатымыз 12 сағат 15 минутты көрсетіп тұр.
4 сағат бұрын 8 сағат 15 минутты көрсетті. Яғни 12 сағат 15 минуттан 4 сағатты азайтатын болсақ, 8 сағат 15 минут қалады. 6-шы есеп салыстыр. С мен 59 мен 58-дің айырмасының қосындысын 1 мен С-ның қосындысымен салыстырамыз. 59 мен 58 азайтатын болсақ, 1 қалады. Демек, С қосу 1 және 1 қосу С. Бұл жерде қосылғыштардың орны ауысқан, оның қосындының мәні өзгермейді, сондықтан бұл өрнектер тең. Ал мынада Б мен 0-дің қосындысы және Б мен 1-дің қосындысын салыстырған. Бірінші қосылғышымыз бірдей, өйткені ол Б, ал екінші қосылғышты салыстырамыз. Енді 0 мен 1-ді салыстырамыз. Демек, 1 үлкен, ендеше Б мен 1-дің қосындысы Б мен 0-дің қосындысынан артық. Яғни, мына Б қосу 0-іміз кіші болып табылады. 7-ші есеп амалдарды орында. 7 сағат 7 минуттан 5 сағат 23 минут азайтамыз. Бұл жерде 7 минуттан 23 минут азайтуға болмайды, сондықтан 7 сағаттың 1 сағатын біз минутпен өрнектейміз. Ендеше біз 7 сағатты 6 сағат қосу 1 сағат деп жазып алып, оған 7 минутты қосамыз. 1 сағатты 60 минут деп есептесек, 60-қа 7-ні қоссақ 67 минут болады. Демек, 6 сағат 67 минут деп жазып, одан 5 сағат 23 минут азайтамыз. Енді 67-тен 23 азайтсақ 44, 6-дан 5 азайтсақ 1 болады. Демек, 1 сағат 44 минутқа тең екен. Кейінгісі 3 апта 4 тәулікке 2 апта 3 тәулікті қосамыз. Тәулікті қосамыз, 4-ке 3-ті қоссақ 7 тәулік болады. 3 аптаға 2 аптаны қоссақ 5 апта болады. Ал 7 тәулікте 1 апта бар, ендеше 5 аптаға мына 1 аптаны қосып жазамыз, сонда 6 апта болады. 8-ші есеп. Б-ны 5 есе кеміту, мұндағы Б 45-ке тең екен. Әсінде 54 мен 46-ның қосындысын А есе арттыру, мұндағы А тең 4-ке. Б-ны 5 есе кеміту деген сөз, Б-ны 5-ке бөлу деген сөз. Ендеше бұл жерде Б 45-ке тең болса, біз 45-ті 5-ке бөліп, бұның орнына қойдық қой 45-ті. Сонда 45-ті 5-ке бөлсек 9 болады. Ал екіншісінде 54 пен 46-ның қосындысын А-ға арттыру, А есе арттыру дейді. Демек, 54 пен 46-ның қосындысын жақшаға алып жазамыз, өйткені қосындысы деген. Сондықтан А есе арттыру болса, көбейту таңбасын қойып есептейміз. Енді А-ның орнына 4-ті қоямыз. 54-ке 46-ны қоссақ 100, оны 4-ке көбейтсек 400-ге тең болады. 9-ші есеп ойланып тап. Б мен А-ның орнына қандай сандарды қойып, төмендегі өрнектердің мәнін табуға болады. Біріншісі 100 бен Б-ның айырмасына 10-ды қосуымыз керек екен, екіншісінде 80 мен А-ның айырмасына 10-ды қосуымыз керек. Демек, мына жерде 100-ден қайсы сандарды азайтуға болады. Ендеше бұл жерге 1-ден бастап 99-ға дейінгі сандарды қойсақ болады. Демек, 1-ден 99-ға дейінгі сандардың кез келгенін қойып, өрнектің мәнін тапсақ болады. Өйткені 99-ға дейінгі сандар 100-ден кіші. Ал мынада 80-нен азайтуымыз керек екен А-ны. Бұл жерде де 80-нен кіші сандарды аламыз, яғни 1-ден 79-ға дейінгі сандарды қойып есептесек болады. Демек, дәптерге жазып қойдық, бұның орнына 1-ден 99-ға дейінгі сандарды қойып, өрнектің мәнін тапсақ болады деп, кез келген бір санды алып, мысал түрінде орындап қойдым. 100-ден, мысалы, 90-ды азайттық. Осы 1-ден 99-ға дейінгі сандардың ішінен біреуін алдым. 100-ден 90-ды азайтсақ 10, 10-ға 10-ды қоссақ 20. Ал екіншісінде А-ның орнына 1-ден 79-ға дейінгі сандарды қойып, өрнектің мәнін есептесек болады. Мен мына жерге А-ның орнына 79-ды қойып есептеп көрдім. 80-ден 79-ға азайтсақ 1 болады, ал 1-ге 10-ды қоссақ 11-ге тең. Осымен бүгінгі 86-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.